Сәлем достар, сәлем алейкум. Және де бүгін сіздерге сұрақ жауап түсіретін боламын. Бізде уже сұрақ жауаптың 8-ші часына келіппіз. И сол сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Жалмаға батырмыз комментарияны түрдім панзар. Сөз үйремізді бас. Достар, бірінші сұрақ бізде телеграм қалай? Бізде телеграм, короче, мен ашпағым негізінде. Бірақ сол білмеймін, короче, салғым келмеді, ештеңе салғым келмейді. Енді келесі. Немен өлі сұрақтар? Аяқ еді ғой. Эфир қашан дейді достар, мен, короче, негізінде эфирға күнде шығамын деп айтқан болатын сіздерге, бірақ та сол шығуға уже не болмай жүр, уақыт болмай кетті. Сол себептен білмеймін, өзімде қашан шығатынын білмей жүрмін негізінде. Сіз арғын руынансыз ба дейді. Иә, достар, мен арғын руынанмын, орта жүзбін. Кім орта жүз, жазып кетіңіздер. Білмеймін, көп күн видео түспей кеткен соң ба, біртүрлі болды. Бойыңыз қанша дейді. Мен бойымды 9 сыныпта өлшегем, и одан бері вообще өлшеген жоқпын. Сондықтан білмеймін негізі бойым қанша екенін. Бірақ примерно 1,60 па, сондай болу керек. Мен сіздерге сұрақ тасыма жазыңыздар деген достар, алдында бір постымда тікелей эфирде айтқан болатынмын. И соны бір күні орындаймын. Вот, мынандай тасыма беріпсіздер. Мен кім не істегенін айтпаппын ғой, жазған. Арай мен Толғанай арналарына шықма осы дейді. Жоқ достар, біз вообще Арай мен Толғанайға уже түспей кеттік. Түспей кеттік дегенде қалай ол? И в общем, жақында бір күшті бір видео саламыз Арай мен Толғанайға, бірақ та оны сіздерге айтпаймын қандай видео екенін. Ерасылдың каналы қандай аты дейді. Еракс деп жазсаңыздар ютубқа шығады. Сол бізде Ерасылдың да арнасы бар, ютуб арнасы бар. Оған бірақ видео салмай кетті, сол салу керек еді негізінде. Қай қалада тұрасың дейді. Хадия деген қыз жазыпты. И үшін мен Шу қаласында тұрамын достар. Туған күнің қашан Арика дейді. Ақбота Үмбетова деген қыз. Менің туған күнім 25 маусым. Келатыр достар. Сол туған күніме, білмеймін, 1300 подписчикке жетейік, иә, сол 25 маусымға дейін. Соның өзі маған сыйлық. Неге ертең кетесіз дейді. Жанайым Бақытбек. Менде ол просто пранк болған. Жоқ, пранк болған жоқ. Негізі шымен кетейін деген, бірақ та кеткім келмей қалды. Сондай болды. Екінші фото қайда? Үлкенікі Жанайым Бақытбек. Үлкені менде ағам бар. Мен ортаншысымын үйдің екіншісі. Келесіде кім соңғы ұйықтайды деген видео сіздерше өтініш дейді Ақбота Үмбетова. Келесіде кім соңғы ұйықтайды деген видеоны Ерасыл үшеуміз, білмеймін, түсіретін шығармыз. Осы менің арнама, көремін достар. Мадина Ерлановна деген қыз жазған. Роботқа дайындаласың ба дейді. Жоқ достар, мен роботқа дайындалмаймын. Просто сол кезде кеткім келген, бірақ сосын кеткім келмей қалды. Қазақша U6M жазыпты. Сіздің видеоларыңызды көрсем көңілім күйім көтеріледі дейді. Ақбота Үмбетова, латина макияж жасап түсір, немесе кетіреді yüzіме дейді. Сол негізі латина мейкапты мен жасап үйреніп керек болып тұр, соны түсіруім керек. Білмеймін достар, неше түрлі видеолар түсіріп көрейін деп жатырмын, қайсысы әрекет кіреді екен, сол бәрін түсіріп көрейін деп жатырмын. Жақын арада бір күшті видеолар шығады. И сол. Неге сіңіліңіз видео салмай қойды? Видеоларын күтіп жүрміз дейді. Тілеспек. Толғанай бізде видео салып жүр достар, кеше видео салды. Қарақат 14. Менде влогтар түсіріп жүрмін, бірақ просмотр жинамай жүр. Қалай ерекке кіргізсем болады? Сол менде де
Сол менде де проблема болып жүр достар. Видео түсіремін, бірақ рекке кірмей жатыр. Влогта түсіремін, неше түрлі челленджа түсіремін, бәрібір рекке кірмейді. Сол менде де проблема болып жүр. Соны қалай кіргізсем болады, сіздерден сұрайыншы. Біздің фан парақшамыз жазыпты, Толғанай екеуміздің фан парақшамыз. Екеуіңіз де апарғысыздар ғой дейді. Рахмет. Комплимент па, или басқаша ма, қалай достар? Мен кішкене семірдім. Иә. Деген кім дейді. Өзім ғой достар. Просто сондай бір видео түсіру керек болды. Шорсқа шей. И сосын сөйтіп деген ой жазамын. Просто. И вот. Ну, менде важный сұрақ. Дейм ба, қалай айтсам болады, күшті сұрақ бір екен. Шашыңызды қалай өсірдіңіз дейді. Вот. Мен достар шашымды күнде жумаймын. Мен аптасына, білмеймін, жуғым келген кезде жуам. И шашым білмеймін өсе береді. Бойым өспей қалған. Бойым да нормальный негізі, по идее. Бірақ та шашым қатты өсіп кеткен. Шашымды кесем де тез өсіп кете береді. Минут сайын өсеме бар деген, секунд сайын өсеме. Тез сөйлемеймін керекпін мен негізі. Бай құрсын. Сұрақты қалай не істеймін мен? Қалай жауап беремін? Мен ол кезде де видео түсіріп жүре беремін достар. Қандай спортпен айналысасыз дейді. Жоқ достар, мен спортпен ешқандай спортпен айналыспағам, вообще айналыспағам. Болашақта қалай оқимын? 1 миллион подписчигіңіз бар кезде біздің кетпе дейді. Ұмытпаймын достар. Осы видеоларға қарап отырамын бұрын видеоларында. Мөлдір деген қыз жазыпты. Рахмет, ұмытпаймын. Болашақ мамандығым мұғалім. Бұйырса, уже келесі жылы соңғы жыл оқимын. И сосын мұғалім боламын ба? Қалай айтсам? Осы мұғалім боламын. Осы айтқан сөздеріңізді сағындық қой дейді. Мен 500 жылда қалай 500 подписчик жинадым деген істеген ба, айтқам. И соған жаңа Тілеспек жазыпты. Вот. Өте күшті сұрақ. Бұл бізде соңғы сұрақ достар. Сосын бітті. Ата-анам тұрым ба? Мен бірінші ата-анама ютубқа түсіп жүргенді айтуым керек. Оны мен 500 подписчикке жеткенде айтатын шығармын. И сосын 1 миллион подписчикке жеткенде ата-анамның түрін көрсетемін. Ата-анам дегенде мамаң ғана түрін көрсетемін. И қалғандарын жоқ. И общем, осы достар, сұрақ қойғандарыңыз осы екен. И общем достар, сұрақтарыңыз осы екен. Осақ сұрақ қойыпсыздар. Сіздердің барлықтарыңызға рахмет. Осылай сұрақ қойып отқандарыңызға, комментарий жазып отқандарыңызға рахмет. Енді келесіде ертең тағы да бір күшті видео шығады. Ертең білмеймін, осы бір видео түсіргер болып тұр. Комментарий, пікір жазғандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге видеосы лайк ұмытпаңыздар. Кезі жоққанша сау болыңыздар. Душу твою слезы льются, я думаю, что тебя боюсь.